Қазір мүмкін көпшілік отбасыға, көпшілік мамаға, папаға осы тағы да бір ойланатын жер шығар. Дүниежүзілік денсаулық ұжымы қазір 21-ге дейін әрбір бала ол жасөспірім деп қабылдады. Сонда 16-17-дегі әлі жасөспірімдік кезеңнен шықпаған адам. Ал ол жасөспірім болса, онда жауапкершілік оның өзінен емес, оның әкесі мен шешесінде. Әрине, мына жерде болжам болады. Неге олай келісті екен деп. Тағы да мүмкін традициялық, дәстүрлі қазақтың ұят болады. 16, 17, 18, 19-да гормондар ырылдап тұрады. Ол біріншіден жақсы нәрсе. Дені сау. Ұл ма, қыз ба, дені сау. Гормон болу керек. Гормон жоқ болса, ол онда дені сау емес. Ал енді сонда гормонның көпшілігі сондай құшаққа ырылдап кетеді, анаусы да, мынаусы да. Сонда мүмкін жүкті болып қалған шығар. Сонда мамасы мен папасы ойбай ұят болады деп соған. Ал неге дәл сол кезде психологқа жібермеді екен? Айтыңызшы, сіздің де сол жасөспірім кезіңізде гормондар ырылдап тұрды ма? Сіз де сол кезде ана жігітті, мына қызды жақсы көрем деп ойлап жүрдіңіз ба? Сонда көрдіңіз ба? Махаббат, ғашықтық деген бұл екі түрлі нәрсе. Махаббат деген ол өте үлкен сезім, ол бір рет махаббат болдыңыз ба, сол адаммен аққуларға ұқсап қартаятын шығарсыз бір жасықта. Ал ғашықтық деген бұл гормонның белгісі. Гормондар ырылдап тұр. Ананда құшақтағыңыз келеді, мынанда құшақтағыңыз келеді. Ол сізді сүйсе екен, ол сізді жақсы көрсе екен деп ойлайсыз. Сонда жақсы көру мен ғашықтық, тағы да айтайын, бұл екі түрлі нәрсе. Сонда мүмкін сол 16-17 жастағылар күйдім, өлдім, талдым деп құшағына жүгірген шығар бір-бірінің. Бірақ оған уақыт керек, оған ақыл керек, оны тоқтататын әке мен шеше керек. Менің арманым үйленемін деп ЗАГСке келді ма 2 жас. Оларға міндетті түрде 3 ай психологқа бар деп сол заң болу керек. 3 ай психологқа барған ұл, 3 ай психологқа барған қыз, мүмкін 3 айдан кейін жоқ, мен үйленбеймін, мынау адам менің адамым емес екен деп шығатын дейді. Сол ойлануға уақыт беру керек. Тек жеке ойлану емес, бірақ сол отбасы боламыз ба, жұп боламыз ба, жоқ дегендей. Ешқашан әкесінің, шешесінің агрессиясын көрмеген бала, жігіт, ешқашан қолын көтере алмайды. Енді мүмкін шизофрения, ол енді басқа әңгіме. Оған онда психиатрлық диагноз қою керек. Управление гневом деген киноны көріп шығыңыздаршы. Вот бізге де қазақтарға сол управление гневом деген неше түрлі тренингтер, кинолар, кітаптар қажет болып тұр қазір.